Сәлем достар, сіздермен бірге киноси. Бүгін сіздерге 2022 жылы шыққан «Слабый герой» дорамасына шолу жасайтын боламыз. Ендеше бірінші бөлімді бастаймыз. Басты кейіпкер Юн Чжеин, үндемейтін, тәртіпті бала. Ол сабақтың барлығын жақсы оқиды. Оның көптеген жетістіктері бар, бірақ та онымен сыныптастары араласпайды, себебі оны біртүрлі жігіт ретінде көреді. Және де осы сыныпта бұзақы Чон Юн Бин де оқиды. Жігіт бұзақы болғанымен оның сабақ үлгерімі жақсы еді. Оның да жетістіктері бар, себебі ол ақылды және айлакер еді. Сынып ішінде мұғалім мектеп-ішілік олимпиада математикадан Юн Чжеиннің бірінші орын алғанын айтады, бірақ та оған ешкім құрмет көрсетпейді. Кейін үшінші орынды Юн Бин алды дегенде оның достары, кейін сыныптастары қошемет көрсетеді. Сабақ аяқталып, мұғалім кеткеннен кейін Юн Бин өзінің достарымен бірге өзінің әлсіз сыныптастарына күш көрсетіп жатады. Бұзақы Юн Бин өзінің сыныптасы ботаник Чжеинге қатты жыны келетін еді. Сол себепті оның сазайын бермек болады, бірақ та жігіт оған ешқандай да ответ бермейді. Екі жігіт бір-бірімен сөйлесіп тұрған кезде оларға жоғары сыныптың оқушылары бейсбол командасы келіп Ан Сухоны сұрайды. Осы сәтте жігітке команда келіп шабуыл жасайды. Себебі жігіт олардың басшысының қызына қырындаған екен. Бірақ та Сухо олардың сазайын береді, себебі ол ережесіз жекпе-жекке қатысқан еді. Осыдан кейін жоғары сыныптың жігіттері ұятқа қалып, сыныптан кетеді. Кешкісін Чжеин үйіне келіп, әкесіне өзінің марапатын көрсетеді. Әкесі болған онымен мақтанатынын айтады. Жігіттің әкесі жұмыс бойынша үнемі бос емес командировкаға кетеді, және де ол әкесімен бірге тұрады, себебі оның ата-анасы ажырасып кеткен еді. Содан кейін анасының онлайн түрде математикадан сабақ өткізген видеосын қарайды. Чжеин өзін әрқашанда жалғыз сезінетін еді. Таңертең Чжеин сабаққа бірінші болып келеді. Осы кезде Сухоны көреді. Жігіт доставка таситын ресторандардағы курьер болып жұмыс жасайтын еді. Чжеин өзінің кроссовкасын таба алмайды, оны Юн Бин тығып қойған еді. Сол себепті дене шынықтыру сабағында ыңғайсыз аяқ киіммен жүгіреді. Жалпы жігіттің денсаулығы ондай қатты жақсы емес еді. Сол себепті ол соңғы болып келеді. Кейін сабақ біткесін Чжеин Юн Бин мен оның достарына барып, мені аңдуды қойыңдар дейді. Оның сөзіне жынданып кеткен Юн Бин оны қылғындыра бастайды. Осы сәтте мұғалім келіп оларды тоқтатады. Кейін мұғалім сыныпқа жаңадан көшіп келген О Бомсок деген жігітті таныстырады. Ол өзге мектептен келген еді. Оны бұрынғы мектебінде мазақ қылған еді, бірақ та бұл туралы жаңа сыныптастары білмейтін еді. Юн Бин жаңа оқушымен таныспақ болғанда оған Чжеин келіп өзінің столынан тұруын өтінеді. Юн Бин жігітке атылмақ болған кезде оларды Сухо тоқтатады, себебі оның ұйықтауына кедергі жасап жатыр еді. Кешкісін Юн Бин және де оның достары және өзге қыздар болып клубқа көңіл көтеруге келеді. Чон Сок те оларға есірткі әкеледі. Жасөспірімдер бұл үшін жақсы ақша төлейтін еді. Кейін Юн Бин өзінің ағасынан егерде фентанилді адамның денесіне жабыстыратын болса, ол өзінің не істеп не қойғанын білмейтінін біледі. Келесі күні Юн Бин Бомсокты өзімен бірге жеке сөйлесуге алып кетіп, Чжеиннің мойнына фентанилді жабыстырасын деп бұйрық береді. Егер оны бұл істемесе, бұрын мектепте қандай мазаққа қалғанын айтамын деп қорқытады. Кейін жігіт сыныпқа келгеннен кейін Чжеиннің мойнына әлгі нәрсені жабыстырады және де оған шыбынды өлтірдім деп өтірік айтады. Кейін сыныпта маңызды экзамен бастала бастайды. Жігіттің дұрыс көзі көрмей, құсқысы келіп, есінен айырыла бастайды. Чжеин сыртқа шығып, қайтадан ішке келеді. Осы сәтте мойнынан әлгі нәрсені байқайды және де өзінің бетінен соға бастайды, себебі ол өзінің қалпына келгісі келген еді. Емтихан аяқталғаннан кейін олар өздерінің жауаптарын қарай бастайды. Осы кезде Чжеин өзінің көп қате жібергенін біледі. Осы жағдайлардан кейін Чжеин бұны Юн Бин жасағанын біледі және де оны кітаппен соғып, досына қаламды тығып алады. Барлығы бұны көріп таңғалады және де осы сәтте ол Юн Бинді тұншықтырып, басынан соғып, мұрнын сындырып жібереді. Бұл жағдайлардың барлығын көрген Сухо жігітті тоқтатып, осы жағдай жасағаны жетеді дейді. Чжеин оған да жынданып, шабуыл жасамақ болады, бірақ та Ан Сухо оны бір удармен талдырады. Бұл жағдайлардың барлығына тосқауыл болатын мұғалім келеді. Кейін Юн Бинді ауруханаға әкеледі, оның мұрны сынған еді. Чжеинді одан кешірім сұра деп апармақ болады. Бұзақы Юн Биннің анасы жігітті үстінен арыз жазып соттатам дейді. Сол кезде жігіт оған сері күшті наркотикті мойнына жабыстырғанын айтады. Және де Юн Биннің сөмкесінен наркотик фентанилді көрсетеді. Осы жағдайлардан соң Юн Бинді өзге мектепке ауыстырады. Кешкісін Чжеин өзінің үйіне қайтады. Әкесі оның төбелескенін көріп, бұны қалыпты жағдай және де сенің возрастында бұл нормальны дейді. Келесі күні мектепте Юн Биннің достары Чжеиннен кек алмақ болады. Сол себепті мектептен кейін оны өздеріне шақырады. Чжеин дәл қазір сөйлесеміз деп жігіттерді өзімен бірге туалетке әкеліп, есігін жауып құлттап алады.
және де ручкасын шығарады. Жігіттер кешегі жағдайды ескере отырып жігіттен қорқа бастайды және де Шейн мені мазаламаңдар деп кетіп қалады. Кейін сыныптас жігіттердің барлығы Шейнді құттықтай бастайды. Сол кезде Шейн неліктен өзінің жағына көшкендерін сұрайды. Сендер олармен бірге болдыңдар емес пе дейді. Барлық өткен жағдайлардан кейін Согде өзінің інісі Юнбинге келеді және де Шейнді жазалаймын, егер де жақсы ақша төлесең барлығы да жақсы болады дейді. Кейін олар бір-бірімен келіседі. Шейн кешке дейін сабақ оқып, кешкісін автобуспен үйіне қайтады. Ол үйге қайтар жолда сыныптасы Сухоны көреді және де оның ата-анасы қайтыс болғаннан кейін әжесімен жалғыз тұратын болғасын сабақ пен жұмысты бірге алып жүру керек екенін де біледі. Сухо мектепке кешікпеу үшін партада ұйықтайтын еді. Келесі күні Шейн Сухоға келіп оған столмен шабуыл жасаған үшін кешірім сұрайды. Сол сәтте ол наркотиктің күшімен болғанын айтады. Және де Сухоны Шейн тамақтануға шақырады. Олар бір-бірімен тез тіл табысып кетеді. Сөйлесе келе олардың қызығушылықтары ұқсайтынын да біледі. Ауруханадан шыққан Юнбин ең бірінші Согдеге келіп, оның айтқан нәрсесін тез орындауын өтінеді. Бұл уақытта Согде жасөспірімдерден қарыз ақшаны жинап жатыр еді. Ол жаман адам еді, себебі ол ақша үшін барлығына баратын еді. Сабақтан кейін Бомсок Шейннен жасаған іші үшін кешірім сұрайды, бірақ та Шейн оны кешірмейтінін айтады. Осы кезде Согде және Юнбин Шейнге келіп тұрған еді және де оны өздерімен бірге алып кетеді. Бұны көрген Бомсок Сухоға жүгіреді және оған көмек беруін сұрайды, бірақ Сухо оған мені мазалама дейді. Егер көмектесетін болсаң үш есе жақсы төлеймін деп айтады. Сухо оған келіседі. Осы сәтте Шейнді бұзақылар соққыға жығып жатыр еді, бірақ та Шейн әр соққысын ойланып жасайды. Осы арқылы бұзақылардың біршамасына жазасын береді және де ол кетпек болған кезде бірақ та Ногде оған қашуға мүмкіндік бермейді және де басқа жігіттер оның сазайын береді. Юнбин өзінің кегін жігіттің саусақтарын сындыру арқылы алмақ болады. Осы сәтте Сухо көмекке келіп үлгереді және де Согдемен бірге бір төбелеседі. Бұл кезде Шейн де басқа да бұзақылармен төбелесіп жатыр еді. Юнбин болса оның басын жармақ болады, бірақ та оған Бомсок келіп көмектеседі. Осы кезде Согде олардың өздерінен де күшті екенін түсініп кетіп қалады. Басқа да бұзақылар бірге кетеді. Юнбин қалып қояды және де Шейн тағы да оған ескерту жасап өзін мазаламауын өтінеді. Осы жағдайлардан кейін олар бір-бірімен жақындаса бастайды. Сухо өзі жұмыс жасайтын кафеге оларды алып келеді. Жігіттер Сухоның жұмысын тез бітіруге көмектеседі. Кейін үстел басында бүгінгі болған жағдайды талқылап бірге тамақтанады. Егер де бұл дораманың жалғасын көргілеріңіз келсе, комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздер қолдайтын болсаңыздар, міндетті түрде шығарамын. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздердің үлкен қолдау күтеміз.